2021 жыл Құдайға шүкір аман-есен жеттік. Оңтүстік аймақ Тараз қаласы, қош келдіңіз достар. Бүгінгі кешімізде сіздердің қошеметтеріңізбен бізге көтеріңкі көңіл күй сыйлайтын командаларымызбен таныс болайық. Атаңның баласы болма, Әбидің баласы бол. Қызылорда білім инновация лицейінің құрамасы Әбидің балалары командасы. Сыр өңіріндегі стенаның ар жағынан келген Қызылорда қыз білім инновация лицейінің құрамасы Generation Q командасы. Ат терлетіп, анау алыстан келе жатқан Тараз ұл білім инновация лицейінің құрамасы Z House командасы. Команданың аты ерекше креативпен қойылған Айша Бибі білім инновация лицейінің құрамасы Айша Бибі командасы. Былтыр Дархан ағайдың 40 жас мерейтойын жүргізген Шымкент ұл білім инновация лицейінің құрамасы Тентек Қошқарлар. Пандемияға өкпелері қара қазандай Шымкент қыз білім инновация лицейінің құрамасы Bill Айналайын командасы. Тұңғыш КТЛ ашылған жер. Кентау білім инновация лицейінің құрамасы Тұңғыш КТЛ. Бұл жолы сайысқа 7 команда түседі және 8-ші маңызды командамыз, олар әрине Әділ Қазылар алқасы. Білім инновация халықаралық қоғамдық қорының тәрбиесі бойынша оңтүстік аймақтық координаторы Ибрахим Дал. Білім инновация халықаралық қоғамдық қорының оңтүстік аймақтық координаторы Қанат Мовлямов. Жамбыл инновациялық жоғары колледжінің оқу жөніндегі және қоғаммен жұмыс бойынша директор орынбасары Бақыт Жанат. Және Көңілі Тапқырлар лигасының 2 дүркін чемпионы Ермеков Бахнұр. Көп ұзамай сайыстарымызды бастаймыз және де командаларымызға сәттілік тілей отыра. Бүгінгі ойынымыз 3 сайыстан тұратын айтып кетейін. Олар команда таныстыру сайысы бастауыш, уақыт шектеуі 4 минут. Осы маусымның жаңалығы, жаңа бір сайыс, оқиғалық ширату және де еркін сайыс, уақыт шектеуі 3 минут. Барлық сайыстарға жалпы бір тақырып, көптен күткен КТЛ. Құрметті көрермендер, жарқын жүздеріңіздегі маскаларыңызды киіп отыруларыңызды сұраймыз. Көп рахмет. Және сайыстар басталар алдында бір бауырмашылықтарыңызды көрсетіп, барлық командаларға бірдей қошемет көрсетулеріңізді сұраймыз. Солаймен кешімізді ашушы сайысымыз бастауыш алғаш боп ортаға Шымкент ұл білім инновацияның командасы Тентек Қошқарлар.
Өшір. Ақыр айтпайын деп еді, айтқыздың ғой болды. Мына әкел, міне. Мына 380 теңгенің түк пайдасы деген жоқ. Әлі жатыр, сол күй жатыр. 2 жыл болды жатқанына. Мына 150 теңгені құр сертификатын сатып жібердіңдер. Заман даммаған, счетқа аудару деген жоқ. Каспий Голд деген жоқ қой? Каспий Голд жоқ, даммаған 19-шы ғасыр ғой, 19-шы. Бір мына кубокты алдық деп енді бір қуанып ек, бұны 1 жылдан кейін алып қояды екен. Алып қояды. Оны ғой, бір финалға өттік деп бір жыртылып қуанып ек. Ол да болмайтын болды. Деп айтып жатыр мамам. Онда сен бармай қойсайшы. Деп айтып жатыр папам. Жігіттер, келесі ойында тағы да жыртамыз. Деп айтып жатыр жетекшіміз. Ничего, жыртамыз. Деп айтып жатыр мыналар. Ал онда Кеттік. Мә! Ендеше бітеміз ағайын. Сонымен көреміз. Кентаулық жігіттер Қызылорда лицейінде қонақта. Тірілдемей. Қызғыр. Қудыртпа, тұныс. Тірілдемей. Бүйт тұрында. Дақ болдым ғой бүйт. Оттыныш, қызғыр. Жігіттер, Қызылордан жел шынымен қатты екенде. Бері қара бұл қап-қара Шымкент көшедегі шара-бара бар еді жетеді шеттетеді как будто шеттелдейді. Бері қара бұл қап-қара. Ал Шиза бауырым аман болсын. Сонымен жалғастырамыз. Байқамай қыздармен бірге бір вагонға билет алып қойған жігіттер. Қайталап айтам. Байқамай. Жігіттер, қыздармен сөйлеспеңдер, білім алатын уақыттарын кітап оқыңдар. Өт бара жатса да қарамаңдар. Қазір жігіттер. Аби, қайда бара жатырсыз? Қазір суғанадыма көріп келейін, ә? Біз де барамыз, Аби. Ендеше елестетеміз, Шымкент лицейінде бір ғана душ болса. Қашан жоғымыз басымызды? Қанша адам тұр алдымызда? Примерно 80 шақты бар аяқта. Что-то, брат, қанша адам тұр аяқта? Айттығы адам құсап, 80 адам тұр деп. Онда мен шашымды лысый алып тастаймыншы. Жігіттер, ана жақта су қамай қалды, қайта беріңдер. Бүгін жуамыз апасымызды. Ничего, енді бұрынғы ағайлар құсап, 2 саусағымызды мұздай суға батырып қойып. Бүйтіп жүре береміз. Ойынымыздың соңын өзі таза түрік, бірақ орыс тілінен сабақ беретін ағайдың сөзімен аяқтаймыз. Иди сюда. Вакцинаның орнына қойдың майын ұсынып жүрген тентек қошқарлар. Рахмет. Шымкент, шымқала, асылым ардағым Шымкент, шымқала, аяулы арманым Шымкент. Көп рахмет. Келесі балдарыңызда Қызылорда қыз білім инновация лицейінің құрамасы Generation Q доғыл шапалақпен қарсы алайық. Карманы пятка, тоқта. Демалсам орындарынан шаң шығатын. Бір лицейді бірлікпен бөліп отырған Қызылорда қыздар лицейінен сәлем. Біздерде келді бұл сахнаға, көрермін қолда бұл шапалақта. Әзілдеріміз жарыса егер, атамыз бенде ойнаймыз біздер. Біз бүгін көптеген әзіл айтамыз, бәрін өткізіп жарып қайтамыз. Әзілдер көп бізде, ішіміз толған, 2021 хиттері болған. Бұл кәми бізде лидер болған, әнші биші өнер толған. Ал бұл ақжарқын әзіл айтады, әзілмен сахнаны жайнатады. Сұлу Амина күлуге шуақ, ұрсанда оған жымайып тұрады. Осылай өлең шырқаған жайым, таныс болдар есімім айм. Айтпақшы, осы біз неге біздің топтың аты Generation Q деп қойдық? Ой, алдыңғы жылы бір креативті болсын деп, сахнаның шаңын шығарайық деп, шаңын шығарамыз деп қойғанымыз бар емес па? Сөйтсем, жүргізушінің жанын шығарамыз деп абырой төккені. Одан кейін тағы да креативті болсын деп, шығып кетсін ма деп қойғымыз келіп еді, қой құрсын шынымен шығып кетерміз деп, оған да тоқталмадық.
А давайте қызғалдақтар боламыз. Ағай, осы жерді сызып қызғалдақтар деп жазып қоясыз ба? Ой, осы сен қуып кете беретін бар. Болмайды оны өзгертуге. Сендер Generation Q сөзінің мағынасын айтсаңдаршы. Q деген ол қазақ. Q деген ол Қызылорда. Q деген ол қыз. Q деген ол құндылық. Құндылық демекші, осы қандай ай? Ақпан. Құндылық бойынша бұл табандылығы емес пе? Табан демекші Таразыл президент кубогында айтқандай, қыз адамның досы, финалдың кілті қыздардың табанда демекші. Чё там дедау? Кіл керек па? Сонымен тамашалаймыз, Рапунцель лицейде оқыса. Қыздар, кімде 20 литр шампунь бар? Менде бар, а чё сен басын жуайын деп жатсың ба не? Иә. Мә, лицейде бір апта болмайын десей. Келесі көретініміз тәрбиесіз өткен тәрбие сағаты. Жігіттер, абизоқ, соң олмен ұра беріңдер. Сонымен финал кубогын алуға келген қызылордалықтар. Чё там 4-ші орынға не беріп жатсыңдар? Бүгін біздің алғашқы ойынымыз болса, Таразылдардың соңғы ойыны болмақ. Айрылы қазы алқасылары, сіздер ойлап отырған шығарсыздар, ойбай мыналар өздеріне көп алып қойды ғой деп. Иә, сіздер дұрыс ойлайсыздар. Сіздермен бірге болған Қызылорда қарамасы. Жас өрендерімізге көп рахмет. Келесі балдарыңызда Тараз қыз білім инновация лицейінің құрамасы Айша Бейбі командасы. Ай, енді өзіміз жақсылап тұрып шай ішейік. Шай ішіп қайту керек, Сіздермен бірге шай ішкісі келіп жүрген Айша Бейбі командасы. Сенің құрбың негізі қуат. Бүгін бізде тақырып көптен күткен кітел. Бірақ әзілдер сол, Кентауыл қыз сұрап, Шымкентіл той жасап, біреулер адресін айтып, или бәрі қайырлысы деп өтетін шығар. Басқаларды білмейміз, біз өзіміз әйтеуір ктл деп. Күн демей, түн демей, шаршап, шалдығып, дайындалмай, жай үшін күнне 1-2 сағат дайындалып келесамыз. Құдай өзі кешірсін енді. Дайындалдым мен. Журиларға шай шығарам деп, дайындық бой шай қайнатқан жоқпын ба? Шай демекші Нұрбақыт ағай, сізде сумай тұрып ішіп алыңыз. Болса, артынан тамақ қалдырмайтын Айша Бейбі бастаймыз! Сонымен көреміз қыздар лицейіндегі геноборка. Ақнұр, давай одан жинапсақ. Анапта мен пол жудым, осы апта шаң сөртем. Я онда мен спрайын, жүр бірге заттарды алып келеміз. Жүр. Дәл осы жағдай ұлда лицейінде. Чо там жеги шіркеттік қо, одан жинастыры жермейміз ба? 5 сағапта бұрын жинастырған жоқпыз ба? Ең болмасаны наскелер жинап қойықшы. Ма, хоттере жашайық жігіттер. Бақ, қандай ғажап ес. Шат, қиялыма әлес. Сонымен көреміз, рұқсат сұрап шаршап кеткен қыз. Қызым, тоқта рұқсат сұрамайсың ба? О, құдайым-ау, енді сізден де ма? Бір үйге қайту үшін абладан рұқсат сұрау керек. Абладан рұқсат сұрау үшін жатақхана меңгерушісінен рұқсат сұрау керек. Одан рұқсат сұрау үшін завучтан рұқсат сұрау керек. Завучтан рұқсат сұрау үшін директордан рұқсат сұрау керек. Может, бір күні Дархан өтеден рұқсат сұрармыз. Одан да үйге қайтпай қойғаным артық. Алдарыңызда лицей жаңалықтары. Аңдатпаған, Кентауда неге өңкей арпа? Әлде бидайға қойма салып беруге мемлекеттің жағдайы жетпей ме? Нұрбақыт ағай неге шетте тұр? Әлде мектепте бұрышқа тұра беріп әдет болып қалған ба? Іш киетін жағдай, Қызылорда ұл мен Қызылорда қыздың арасын тек бір ғана қабырға бөліп тұр. Ал бізді қаншама көше бөліп тұр. Кажды жыл орын алмаған Тарас қыздың түріне қарасаң жаның ашиды.
Соған қарағанда журилердің өкпесі қара қазандай болып, қазандары қалып кеткен ау. Мынаны бере салыңыз. Таңғаларлық жағдай. Екі шымкентский команданы қоя беріп, былтыр шымкентский вариантпен Қызылорданың финалға өтіп кеткені қалай кетті? Айтамыз. Сіздермен бірге болған КТЛ-ға жеткенше асыққан лицей патриоттары Айша Биба. Рахмет. Қайда кетсең ұмыта алмай, жүреміз біз ойламай. Көп рахмет. Ал келесі балдарыңызда Қызылорда ол білім инновация лицейінің құрамасы Әбидің балалары. Дуғол шапалақ. Give it up, give it up, give it up. When the beat comes on your favorite song, you dance, dance, dance like it's your last night in this place. Give it up, give it up, give it up. When the beat comes on your favorite song, you dance, dance, dance like it's your last night in this place. Ашылымыз ағайын. Ойбай жігіттер не болып қалды? Ей, былтыр оңтүстік аймақта не болып кетті өзі? Кім жеңгенін түсінбей қалдық қой? Жігіттер естімедіңдер ма не? Жоқ, былтыр достық жеңді ғой. Ей, не дейді? Тағы да біреу жеңген ба не? Жігіттер өткенді қазбалай бермей, актуалды мәселе етейік. Дұрыс. Былтырғы жылдың ең актуалды мәселесі карантин. Карантин. Мен осы карантинде өзімнің өмірім жайлы ойландым ғой мен. Сөйтсем деген мен 15 жылдық өмірімде дам бітірмеппін ғой мен. Қуш. Дам бітірмеппін. Мен деген 15 жылдық өмірімде Маклюбияның қазанын аударып көрмегенмін ғой мен. Ей, мен деген 15 жылдық өмірімде Марал кежеде лақтыратын альбиниді ұстап көрмегенмін ғой мен. Ятай. Яттың бәрі ятай, мынаны ешкім естімесін. Мен деген 15 жылдық өмірімде буфеттегі қарыздарымды төлеп көрмегенмін ғой. Оны ешкім төлеп көрмеген ғой әй. Төлеп көрмегенде соның мен лицейлік Нұрдәулет деген досын төлеп көрген. Қай Нұрдәулет ол? Нұрдәулетші клубқа 18 болмай кіріп сотталып кеткен. Кім ол? Нұрдәулетші түрмеде төбелес жасап басқа колонияға ауысып кеткен. Қайсы дей? Нұрдәулет қазір көпірдің астына қаңғы бас болып жүрген. Ол точно төлеп көрген ба қарыздарын? Жігіттер осы әлемде ең чет танымал деген сөздердің барлығы бол деген сөзбен бітеткен. Қандай? Мысалы, футбол, баскетбол, волейбол, бейсбол, нұрбол, апчы, саубол. Хэштег иде бол. Сіздердің алдарыңызда қыздар мен бүйірде тұратын қызылордалықтар. Біз кеттік. Сонымен тамашалаймыз. Бұндай да болады екен. Тәрбиешілікке таныс арқылы келген жігіт. Әбей, мен қателім, қыздармен көп сөйлеспеймін, енді мүлде сөйлеспеймін. Әбей, мен бұрында темекі шегдім, ен шекпеймін әбей. Жігіттер маған бәрібір же мына чайпиден ақшаны шығарып бердеші. Білім инновация қорының 2020 жылы ең көп қаржы бөлінген футбол фристайл жарысына 3 адам қатысқанын барлығымыз білеміз. Сол жарыстан 3 орын алып қалған бала. Тіркеле саған дұрыс болыпты. Жаңағы жұмысына таныс арқылы келген тәрбиеші оқушылармен тамақ істеу үстінде. Әбей, о шошқан етін жеуге бола ма? Жоқ, болмайды. Не үшін? Дәм онша емес дейді ғой. Дым өтірік айта алмайтын оқушы паркте. Қасындағы кім? Лұқпан жолдасы қой. Волейбольный сетканы сындырып қойған оқушылар директордың кабинетінде. Так, волейбольный сеткаға доб лақтырсаңдар түсінемін да. Мынаны неге лақтырып жүрсіңдер? Сендердің тәрбиешілерің кім өзі? Мен ғой ағай. Кетіңдерші бар, тәрбиешілермен бірге оқып кеткен ба. Сөз соңында Фетих Мехмет Сұлтан 21 жасында Стамбулды басып алған. Бабур Шах 19 жасында Үндістанды басып алған. Александр Македонский 18 жасында Грецияны басып алған. Сіздермен бірге болған 15 жасында кітап қосымшасынан 26 кітап оқыдық деп басып тастаған Әбидің балалар құрамасы. Келесі кездескенше. Көп рахмет. Келесі балдарыңызда Кентау білім инновация лицейінің құрамасы Тұңғыш КТЛ.
Ассалаумағалейкум, Тараз! Иә, құрметті көрермендер, ктл ойынығына келдік. Және де біз Таразға алғаш рет келіп отырғаннан кейін бір қыдырып бір демалуды жөн көрдік. Бір қайда барып едік біз? Шашлық жедік, сосын бір Кешмешке бардық. палау жедік, сосын бір ой, бір таяқ жедік. Бекер бол сол, неменеге барам? Жігіттердің да, осы бізде қыздар лицейі болмаған дұрыс бопты ғой. Неге? Басы командар әзіл таппай қалды деген ғой. Иә жігіттер, қазір біз Кентау Түркістанның жанында орналасқаннан кейін бір не бір құйтырғы әңгімелер жүреді енді. Ой, мына Кентау қазір түркістанский вариант жасап кетеді. Мына жюрилерді мақтап, бір жағымпаздан бірінші орын алып кетеді дейді. Ешқандай да, өйткені біз бүгін мықты дайындықпен келдік. Иә, дұрыс айтасың. Бір андай бір кісілер болды, 4 қаланың басын қосып, ойын ұйымдастырып жүреді. Сондай дайындықпен келді. Сосын бір андай бір кісілер болады, бір батыста өзім мықты екенін көрсетеді, жоға жақталар оңтүстікке жібереді. Сондай дайындықпен. Сосын андай адамдар болады ғой, 2 дүркін чемпион болып алып, енді не істейтінін білмейді. Сондай дайындықпен келдік қой. Сосын андай кісілер болады ғой, бір сыйлықтарын жібереді, өртенбей дін аман келетін бір кісілер болады, бір қасиетті ағайлар. Сондай дайындықпен келдік біз. Мыналардың бәрі Түркістанский вариант болып кетті ғой осының. Соның өзін байқап қоятын адамдар бар ғой. Сондай дайындықпен келдік біз. Ендеше сіздермен бірге тұңғыш ктл кеттік! бәрін таста кеттік, бәрін таста. Тағы да қайырлы кеш достар. Сонымен тамашалаймыз, Дархан Өте мырзамен бір лифтте қалып қойған жігіт. Қой, жігіттермен әзіл ойнатамаймын мен. Он 11 жыл бойы сабақты зуме өтіп, мектепті аяқтаған сыныптастар көшеде кездесіп қалыпты. Класстас Нұрдәулет, қалайсың? Кешірерсіз, мен сіз танымадым. Ойбай, қалай танымақ? Мен ғой класстасың Ернұр. Ернұр деген класстасың болмаған сияқты мен. Мынау. Ой, Ернұр! Класста! Сен Нұр Ислам асында тұратын жігіт емессің ба? Иә. Жалғастырамыз. Кітап Спейстен рекорд орнатқан супер оқырманмен сұхбатта. Рахмет сөз бергендеріңізге. Әрине, маған оңай болған жоқ, түнімен саусағым талмай, ой, көзім талмай кітап оқыдым жалпы. Рахмет. Лицей оқушылары теннис ойнауда. Бәрекелді Нариман, алып кел. Әлі сен 5 жылың бар ғой. Ой, Ернұр әккел ағой. Директор ағай, сіз не алып жүрсіз? Сенің әлі ұзақ уақытың бар, мен қашан кететінін әлі өзім де білмеймін, кел. Тамашалаймыз. Бір топ мысықтың әңгімесі. Үстелдің үстіне қойды да басымнан сипалап жіберді ғой. Дәл өзі ма? Ой, бай, братан, дәл өзі. Танимау мен ол кісінді. Басымнан сипалағаннан кейін жағдай мынау енді. Любой крышаң үстінен былай смело жүрем ғой. Иттердің қасынан бейтіп, кісі болып жүрем ғой мен. Басымнан биттеп тұрып сипалады, сиырларыңның өзі 1-2 литр сүттерін дайындап тұр маған. Тышқандарың бар емес пе? Братан, үйге келсей шай іші дейді маған. Қой, мынау өтірік болып кетті сен. Сенбейсің ғой, ә? Сенбеймін. Көрсет жігін. Смело жүре берсеңдерші. Сөз соңында, өзіңнің жақсы көретін ісіңмен, сүйікті хоббиіңмен айналысу арқылы жоғарғы оқу орындарына түсу ол үлкен бақыт. Бұндай жағдай Жайдарман тарихында КВН-де мүлдем орын алмаған. Осындай мүмкіндіктер сыйлап жатқаныңа рахмет саған ктл. Сіздермен бірге болған Кентау білім инновация лицейі тұңғыш ктл. Рахмет, Тараз. Ұмытылмас ктл, көңілімде ктл, жүрегімде ктл. Өте жақсы. Ал келесі балдарыңызда Тараз ұл білім инновация лицейінің құрамасы Z-House. Доғыл шапалақ. Тараз ұлдар, Z-House. Мен сағындым ғой. Мынау ктл-ді сағындым ғой. Бір бақтайсың, сағындым бар ғой. Сен кәдімгідей актер шеберлігің мықты екенші, бірақ сәл кімге жағымпаздық отқанын білсейші. Дұрыс па, ағай? Әлнұр, маскың шешей сахнаға шықтың ғой. Айтпақшы.
Мына маска адам ығырын шығарып жіберді шығушы. Бір тағам ұмыт кете берем. Бұл маска дейтін күндіз бейт тұрады мені. Бұл маска бір магазин бір жаққа кіріп қалсаң, бейт көтеріледі бұл дейді. Мен тіпті бар ғой бұл маскаменше ұйықтайтын кезде бейт қойып ұйықтай берем ғой. Басың жаурап атса, бейт шапкаға айналдырып жібере саласың. Абайлаш, сәл болмаса борат болып кетейін деп тұрсың ғой. I remember that time we were sipping on wine. I could see it in your eyes, you were feeling alive. Не қыздар мыналар? Бұл мені арықтауға деген мотивациям ғой жігіттер. I remember saying twice. Бағана саябақта жүрсем, әр 2 метр сайын ел жұрттың жастарын бүкіл тикток түсіріп жүр. Құртады ғой, шірейді ғой жастардың бәрі, шірейді ғой ертең. Дұрыс айтасың. Мысалға алып қараш. Абай атамыз мыңдаған шәкірттердің алдында тұрып, Порш Панамера, Акем Пакалин деген болды ма? Болған жоқ. Ойлап қараш, алдар көсе прикол айтады да, өтпей қалады да. Айбай, атанелет, ой деп қашып кетпейді ғой, мысалы қараш. Болған жоқ қой. Сосын қараңдаршы, Махамбет пен Исатай аталарымызды 40 мың жауынгердің алдында тұрып, мен едім, мен нарында жүрген не деп жігерлендіріп атқан кезде, екі шетінен былай екі қасқыр шығып, ау деген, болды ғой мысалы, дұрыс па? Болды ғой деген. Болмады ғой. Болмапты ғой. This speech is my recital. I think it's very vital to rock around. That's right. On time. It's tricky. It's the tight. Here we go. It's tricky to rock around. To rock around. That's right. On time. It's tricky. It's tricky. Сонымен тамашалаймыз. Лицейге қатты жанашитын бойдағы ағайымыз саябақта. Сәлем қарындас. Сәлем. Сіздің случайно кішкентай ініңіз жоқ? Бар, а чё? 27 сәуір біздің лицейде қабылдау емтиханы. Келіңіздер! Сонымен тамашалаймыз. Тәрбие сағатының ортасында сөзін мәнін жоғалтып алған тәрбиеші. Сол жігіттер, жүріп жүргенімізге 3 жыл болды. Көз алдымызға елестетіп көрейік. Ватикандағы ерегіс. Не болды саған? Жүрші Францияға бір қатайықшы. Тоқта, менде загранпаспорт жоқ қой. Ойбай. Лицейде активити, тәрбие сағаты деген ұғымдар болмаса, қалай болар еді? Аби, чөттен кейін бір жай отырып қайтпадық па? Жақсы идея. Достықты бәрінен жоғары қоятын адам. Шаршадым, мен ажырасам мен. Хотя бы дос болып қалайықшы. Сөз саптауы дұрыс емес аға. Сен ба мен әйелім көзіне шөп салып жүрген? Мен. Бол енді қайталанбасын. ÖTL, яғни үнді түрік лицейі. Ассалаумағалейкум әбей. Ассалам жігіттер, уағалейкум. Ассалаумағалейкум. Жігіттер тостарын дайын, жігіттер жей беріңдер. Рахмет. Кетчуптарын жағуды ұмыт кетпеңдер. Ой, бұл жерге жағылып қалды. Әбей, мына тостың ішінде точно сиырдың еті жоқ па? Бұл тостың ішінде точно сиырдың еті жоқ. Жей беріңдер. Kalbimi kırdın bin defa. Sakın dönme ardına. Son kez geldim kapına. Tüm aşklarım. Сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен Тараз білім инновация лицейі. Ана лицейдің крышасын тесеп жібердің ғой. Менде бәрі жақсы дегенмен көздерінде мұңды көрдім мен. Көп рахмет. Және де бастауыш сайысын тамамдайтын Шымкент қыз білім инновация лицейінің құрамасы Бил Айналайын командасы. Бері қара бұл қап-қара Шымкент көшедегі шара-бара бар еді жетеді бізді шеттетеді как будто шетелдей. Бері қара бұл қап-қара. Қыздар, менде сұрақ. Неге қтл аймақтық именно Таразда өтіп жатыр? Орын алмаса да билетке ақша құртқысы келмеген шығар. Қыздар, командада неге азбыз? Жоқ, біз аз емеспіз. Бізде тағы да бір қатысушы бар. Ол Әділқазылар алқасының қасында бал санауға көмектесетін адам. Қыздар, осының өзі түркістанский вариант болып кеткен жоқ па? Осы шымкентский вариант кейін керек болады. Қыздар, бір қыз таптым.
эмпатия деген құндылық бар екен ғой бізде. Эмпатия? Онда давайте бізде өзімізді басқа командалардың орнына қойып көрейікші. Кентаудан бастайық. Мә, қыздарынан іші толған хатико ғой. Ай, қанша күтсе де соларға қыздар лицейін соқ бермейді ау. Қыздар, кеттік шымылды көрейікші. Білмейм теке. Мә, оң қойындаршы. Одан да әділ қазыларды күнен кіріп көреміз ба? Мә, қыздар, оларды алдыңғы жылғы финалға ялып жүр екен ғой. Финал демекші алдыңғы жылы өтіп тұрып бармай қалғанымыз қалай кетті? Соған кім кінәлі? Айтыстай ма сол кім кінәлі екен? Жоқ, лицейден шығып кетесің. Айтам мен бір жыл бойы күттім осыны айтуды. Коронавирус. Сен бар емес па? Көреміз? Мүмкін емес. Анти абла. Кеш қараңғы қыздар. Абла, кстати, мен тәрбиеші болам деп шештім ғой. Қандай тәрбиеші? Оларда зарплата да жоқ қой. Жүресің ба мен сияқты? Басымды ауыртпашы сен. Сен қыз, немене отырып ішпесін, тұрып іш. Денсаулығына пайдалы. Әпке, ятыс жасайықшы, ұйқымыз кеп біттік қой. Сағатты көрдің ме? Сағат енді 10:30 болды. Клубтар осы уақытта енді ашылатады ғой. Бар соқа. Әпке, мен лицей жақсы көремші. Қандай лицей? Сендерде даже ұлдар жоқ қой. Мен, например, өзім әрең шыдап жүрмін. Сен қалай жүрсің? Құршы бар нешқа? Сен ана, сенде қанша жігіт бар? Абла, мен тормыз болғам үшін айыптымын, бірақ жігітім бар. Қыздар, мен сендерге еріккене өтем ба тәрбие сағатты? Айттым ғой мен сендерге минимум дегенде 2 жігіттерім болсын деп. Ана Тараздағы нефтемшік балаға жазу керек болды ғой. Сосын ше, не мына түрлерін бар боянып келіңдер. Әпке, ертең күмен болады дейді, дайындалмадық па? Қандай дайындық? Барында жюрилерден кубок сұрап кел. Ағайлар бізге ше кубок бересіздер. Абла, неқті бесе отыр ғой, қайсына қарай айтам, наған ба? Ойнадық, күлдік, қанша әзілдесек те ұстаздарымыздың біз үшін жасаған жақсылығын біз бағалаймыз, қадірлейміз. Сол қадірлі адамдармен толған КТЛ-ді біз асыға күттік. Ата-ананың баласына жасаған ақ тілегі әрдайым қабыл болады дейді. Біздер де ата-аналарымыздың ақ батасымен келіп отырмыз. Енді шілей батаға қарсы шықпайтын шығарсыздар. Бізге бір финал қарыз екендеріңізді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Бәрін таста. Көп рахмет. Барлық командаларға, осы сахнаға шыққан барлық командаларға тағы бір доғыл шапалақ. Өте жақсы, осымен бастауыш сайысы өз мәресіне жетті. Әділ қазылар алқасынан бастауыш сайысына ұпайларын алайық. Максимум 10 ұпай, минимум 5 ұпай. Алғаш болып ортаға шыққан Шымкент ұл білім инновация лицейінің құрамасы Тентек Қошқарлар. 9, 8. Келесі Қызылорда қыз Generation Q. 9, 8. Тараз қыз Айша Бибі. 10, 9. Және де Қызылорда ұл Әбидің балалары. 10, барлық әлі қазылар 10. Кентау тұңғыш КТЛ. 8, 9, және де 9. Тараз ұл Z-House. 10, 9, және де 10. Шымкент қыз Белайналайн. 10, 8 және 9. Бастауыш сайысы бойынша орташа ұпайлар. Шымкент ұл 8,75. Қызылорда қыз Generation Q 8,75. Тараз қыз Айша Бибі 9,5. Қызылорда ұл Әбидің балалары 10 ұпай. Кентау тұңғыш КТЛ 8,75. Тараз ұл Z-House 9,5. Шымкент қыз Белайналайн 9,25. Құрметті командалар, сіздерді келесі сайысқа шақырамыз. Барлық командалар ортаға.
Келесі сайысымыз оқиғалық ширату. Командаларға шапалақтап қойыңыздар. Көп рахмет. Айтылғандай келесі сайысымыз оқиғалық ширату, яғни әділ қазылар тарапынан жағдаят беріледі, яғни орысшасы ситуация, ал командалар тапқырлықпен күлкілі қылып жауап беру керек. Әділ қазылардың біреуін сахнаға шақырамыз, әділ қазылар ойнап береді, командалар қызықпен жауап береді. Бұл жерде ситуацияның басы Бақнұр шығады. Мен әкелдім, сен әкелдің ба? Деп сұрайды. Және де командалар жауап беру керек. Команданың атын айту керек. Шымқыз, бел айналайын. Бел айналайын. Мен әкелдім, сен әкелдің ба? Біз тек әкетеміз ғой. Айша Бибі Тарас қыз. Мен әкелдім, сен әкелдің ба? Сіздің миыңызды ма? Көргендеріңізде қыздар, сен тұр, мен атам. Тарас. Мен әкелдім, сен әкелдің ба? Әкелдім, братан, ты че? Тұңғыш Ктел, Кенто Бил. Мен әкелдім, сен әкелдің ба? Біз плагиат әпкемейміз біз. Шымкент Тентек Қошқарлар. Мен әкелдім, сен әкелдің ба? Ағай, біз әкелдік, сіздер точно көресіздер ма, ағай? Қызылорда, ол Әбидің балалары. Мен әкелдім, сен әкелдің ба? Әкелдім. Тарас КТЛ Z-House. Тараздан екінші жауап түсінген бойынша. Мен әкелдім, сен әкелдің ба? Жігіттерің өсіп кеткен. Қызылорда IQ Generation. Мен әкелдім, сен әкелдің ба? Жоқ ағай, біз шымкентский вариант қолданбаймыз. Кенто Бил, Тұңғыш Ктел. Мен әкелдім, сен әкелдің ба? Иә жаным, әпкелдім. Басқа жаққа кетіп қалды. Басқа жауап болмаса, келесі жауапқа көше берейік. Келесі топ сахнаға Ибрагим Бейді шақырайық. Ибрагим Бей, сіздер мектептесіздер, сыныптасыздар, қасыңызда сыныптасыңыз, сұрағыңыз, сабақтан кейін не істейміз? Кенто Бил, Тұңғыш Ктел. Сабақтан кейін не істейміз? Ағайс, үйленгенсіз ғой не айтып атсыз? Шымкент қыз, бел айналайын. Сабақтан кейін не істейміз? Сол, білмеймін, жаңа Тараздың Евтемьев баласына жазамау деймін. Қызылорда, ол Әбидің балалар командасы. Сабақтан кейін не істейміз? Не істегіңіз кеп тұр? Шымкент Тентек Қошқарлар. Сабақтан кейін не істейміз? Ағай, ана 150 теңгені алайық та. Бір шашлык жақ байтайық, бір ады ішіп отырып бір. Сол. Тарас. Сабақтан кейін не істейміз? Сабақтан кейін білмеймін, етшеттен кейін бір жай отырып қайтпадық па? Қызылорда. Сабақтан кейін не істейміз? Сол күндегідей схайдняққа шығып қайтпадық па? Барлық жауап берді ма? Жауап болмаса, онда келесі болып. Тағы бір жауап берген жарайды. Кентаудан тағы бір жауап. Кенто Бил, Тұңғыш Ктел. Сабақтан кейін не істейміз? Кітап спейстен рекорд қойық. Жақсы. Ағы да бар екен. Қызылорда, Әбидің балалар командасы. Сабақтан кейін не істейміз? Такси мега 500 дейді. Келесі жауап алдарыңызға Қанат ағайды шақырайық. Қанат ағай, сіздің ситуацияңыз келесі. Сіз ата-анасыз, мектепке келдіңіз, алдыңыздан сыныбыңыздың тәрбиешісі шықты. Сіздің сұрағыңыз, мына менің балама не істегенсіңдер? Әділ қазы ата-ана мектепке келді, тәрбиеші шықты, тәрбиешіге сұрақ.
Мына балама не істегенсіңдер? Кентау тұңғыш КТЛ. Мына менің балама не істегенсіздер? Оны қой беріңші ағай, маған не істемеді ол. Мына менің балама не істегенсіздер? Маған не дейсің? Шымкенттен тек қошқарлар. Мына менің балама не істегенсіздер? Просто поезда кипятокқа барып қойдық ағай. Кипятокқа шын айтам. Қызылорда қыз. Мына менің балама не істегенсіздер? Біз емес өзі ғой. Кітап спесін рекорд істеймін деп қол үйіп қалған. Шым қыз, билайналайын. Мына менің балама не істегенсіздер? Ағай, шатасып кеттіңіз ау, бізде только қыздар оқиды. Мына менің балама не істегенсіздер? Мына балаға тамақ беруден бастаған не істеуім керек еді? Айша Бибі Тарас қыз. Менің балама не істегенсіздер? Ағай, сізде балаңыз бар ма не? Тараз. Мына менің балама не істегенсіздер? Қоя, көке, шашы сәл ғана өскен ғой, не болды? Шымкенттен тек қошқарлар, екінші жауап. Мына менің балама не істегенсіздер? Ағай, сіздің балаңыз алдыңғы жыл бітіріп кетті ғой. Көп рахмет. Келесі алдарыңызда Жанат ағай. Сіз официантсыз. Мұнда жерге келіп отыратын кісіге счетін бересіз де, кухня жабылып жатыр, 75 мың теңге төлеп тастайсыз ба деп. Кешіресіздер, ресторан десем бола ма? Болады, ресторан десем болады. Абидің балалары Қызылорда ұл құрамасы. Ресторан жабылайын деп жатыр. Чот 75 мың теңге. Әркім өз жегеніне төлейді. Қызылорда қыз. Ресторан жабылайын деп жатыр. Чот 75 мың теңге. Тентек қошқарларды сатып ақшасын берсек бола ма? Айша Бибі Тарас қыз. Ресторан жабылайын деп жатыр. Чот 75 мың теңге. Чот менен де дау ғой. Кентау тұңғыш КТЛ. Ресторан жабылайын деп жатыр. Чот 75 мың теңге. Біз мына кісінің атынан келдік қой. Алло, жадин, кешірші, пожалуйста, кешірші, солай болып қалды енді. Болып қалды енді солай. Ресторан жабылайын деп жатыр. Чот 75 мың теңге. Братан, любойын жыртамыз ғой, ты чё, ё-моё. Ақша жетеді ғой. Шымкенттен тек қошқарлар. Ресторан жабылайын деп жатыр. Чот 75 мың теңге. Дұрыс қой. Сіздер бізге 75 мың бересіздер енді. Абидің балалары Қызылорда ұл құрамасы. Ресторан жабылайын деп жатыр. Чот 75 мың теңге. Ағай, мен ыдысты күшті жуам ағай. Билайналайын командасы. Ресторан жабылайын деп жатыр. Чот 75 мың теңге. Ағай, осылай қыздардан счет сұрап атқаныңызды үйде кафе біле ма? Осымен бітіреміз ау. Көп рахмет. Әділ қазылар, егер дайын болсаңыздар, осы оқиғалық ширату сайысының ұпайларын қалсақ, максимум 10 ұпай, минимум 5 ұпай. Шымкент ұл, тентек қошқарлар, 9, 8, 7 және де 8. Қызылорда қыз, Generation Q, 9, 9, 9 және де 8. Тараз қыз, Айша Бибі, 9, 9, 8, 9. Қызылорда ұл, Абидің балалары, 10, 10, 8, 10. Кентау, тұңғыш КТЛ, 10, 10, 9, 8. Тараз ұл, Z-House, 8, 7, 9, 7. Шымкент қыз, Билайналайын, 9, 9, 8, және де 9. Оқиғалық ширату сайысы бойынша орташа ұпайлар: Шымкент ұл, тентек қошқарлар 8 ұпай,
Қызылорда қыз Generation Q 8,175 ұпай. Тараз қыз Айша Бибі 8,175 ұпай. Қызылорда ұл Айбидің балалары 9,5 ұпай. Кентау тұңғыш КТЛ 9,125. Тараз ұл Жетхаус 7,175. Шымкент қыз Билайналайын 8,175. Көп рахмет. Командаларға тағы бір доғыл шапалақ. Және де келесі сайысқа дайындалуға шығарып салайық. Алғаш болып шығатын Кентау білім инновация лицейінің құрамасы тұңғыш КТЛ. Қазіргі кезде көптеген телебағдарламалар көбейіп кеткен. Сонымен тамашалаймыз сондай бір белгісіз бір бағдарлама. Сәлем достар, бүгін бізде ән мен әзіл бағдарламасы және де алдарыңызда ақтық мәре финал. Қош келіпсіздер құрметті қатысушылар, қазылар алқасы. Көрермендер, бүгінгі біздің қатысушыларымызбен таныс болыңыздар. Бірінші қатысушымыз Камбоджаның құрметті азаматы, Никарагуаның халық жауы атанған. Сүйікті хобби оның бір сиырдың мұрнындағы сырғаны тартып ойнау, іші пысқанда кіндігіне кофе қойып ойнағанды жақсы көреді. Көмірді ақ түске бояу керек деп ғылыми жоба жазған жас ағартушы. Стив Джобсқа барып, алмаң орнына асқабақ қояса қайтеді деп ұсыныс жасаған жалғыз адам. Өлетін болдық қойы романының авторы Өмірбек Ернұр. Екінші қатысушымыз лақабаты ұн. Мен ағылдым, лауреаттың 4 дүркін жеңімпазы. Сағатына 420 км жүгіретін бұғының астына бастырылып ойнағанды өте жақсы көреді. Сүйікті асы жоңышқа, ерекшелігі 5 кіндігі бар екен. Пушкин адам емес, кенгуру екен ғой деп тұжырым жасап, орыстардан өліп таяқ жеген саңлақ, қысқада нұсқа деп Нұрасыл. Ендеше құрметті бүгінгі ескерте кететін жайт, бүгінгі біздің жеңімпазымыз құралақан кетпейді, яғни қыздар лицейіне кезеге жолдама. Ендеше бірінші кезең. Бірінші кезеңіміз ситуациялық әуен. Яғни мен сіздерге қазір ситуация айтамын, соған қарап сіздер әзілді әуенмен жауап берулеріңіз қажет. Сонымен бізде бірінші ситуациямыз. Базар өртеніп жатқан кездегі сатушы жігіттің айтқан әні. Табарлар мұттай жану жүрегімде шоқтай қалып, су шашса да өшпей тұғын жаным тағат таппай қалып, нананей. Қашан енді жұрттың бәрі 42-5-тің аладей. Тамаша. Келесі ситуациямыз. Кезінде хит болып, ал қазір жоқ болып кеткен мәдени паспорттың айтқан әні. Мені ұмыт бар айтарым сол ғана. Керемет. Келесі бізде екінші кезеңіміз. Екінші кезеңіміз суретке қарап әзілде деп аталады. Яғни алдарыңызда сурет көрсетіліп, соған қарап әзіл шығаруларыңыз қажет. Кітап іспес, шынымен оққан бала. Төбе шашы түк тұрмайтын адам. Екінші суретіміз шықпастан бұрын оған жауап берген адамды анықтап алсақ. Ренжімеңіз, мен мына кісіге әзіл шығара алмаймын. Және бізде соңғы суретіміз. Биыл саналы тәрбие мен сапалы білімнің ордасы. Осы уақытқа дейін біз КТЛ ойыннан бірінші орын алайықшы, финалға өтейікші деген оймен ойнап едік. Алайда КТЛ сөзіне үңіліп қарайтын болсақ, ол 4 қаладан келген достарыңмен қауышып көрісіп. Бүгін бізде жүлде маңызды емес, өткені біз яғни КТЛ арқылы өз достарымызбен қауыштық. Достар, таза түркістанский вариант болып кетті. Ендеше сіздермен бірге болған Кентау білім инновация лицейі тұңғыш КТЛ. Рахмет. Көп рахмет. Келесі обалдарыңызда Тараз қыз білім инновация лицейінің құрамасы Айша Бибі. Сонымен көреміз, криминал қыздарға тәрбиеші болған абла. Чё там қыздар осы хafta соңы талпана талпума? Конкретно талпа собирать етейік. Хазиктар тарту керек, 7 бінің қыздар качок қой.
Не қыласын олар, дым төбеле салмайды. Хотя бы масса болып тұрады ғой. Смирно, абла келе тұр. Давай. Сабыр, қорықпа. Соңғы жылын ғой бітіресің да кетесің. Болды, Шш, қойсын. бол. Қалайсыңдар, қыздар? Абла, қалайсыз, абла? Сабақыңыз қашан бітті, абла? Мені сен өлтіресің, бағана өлтірем ма? Біздің абла, катек қой, абла. Менші. Аяқ бос екен ғой, Ей, ары тұршы. Ойбай, бәрі жақсы ма, тұрсы ба? Нормально, абла, нормально. Абла, бүгін не істейміз? Не істейміз? Клубқа бармаймыз ба? Сізде 21 бар дегенде, қасыңызда әби бар дегенде. Жоқ, қыздар, бүгін тәрбие сағаты. Бізде қыздарға не тәрбие керек? Жоқ, қыздар, бүгін тәрбие сағаты дедім ғой, тәрбие сағаты. Ладно. Кешкі сағат 9. Оқушыларын қатты ойлайтын абла оларды өзгертуге тырысуда. Тәрбие сағаты. Брат, қолың тартшы. Не болды, брат? Кеше БТС-та шелек болып өтіреді ғой. Бірге ұрладық па, бірге до конца көшіру керек еді ғой. Чё там, Ақнұр, қалайсың? Ауырды ғой, абла. Мақыл. Чё там, қыздар, клубқа бармадық па? 21 бар дегенде. Кстати, хafta sonu не движ? Движ дегенде шли ондай емес қой. Біздің движ әшейін сол далаға шығып таза ауа жұты ғой. Вы чё, абла? Шатырым тайдырмаш, білем сен қандай ауа жұтып жүргенді. Абла, сізге не болған? Абла, бисмилля деш, абла, шүрет айтшы, абла. Отыршы орныңа. Абла, чё вы, не тормози, сникерсни. Мақыл. Мақыл. Қыздар, сендер маған не отқан, түсінбей отқан шығарсыңдар. Бұл сендердің отраженияларың. Бірақ өзімнің отражениямды сендерден көрмегенім өкінішті. Сонда не біз, айнамыз ба? Бұл не жүріс? Лицейде оқимын деп айтуға ұялмайсыңдар ма? Иногда ұяламыз, өңшең қыздар болып жүруге. Кешіріңдер. Бұның бәрі мен кінәм сендердің осындай болғандарыңа. Жоқ, абла, олай демеңіз. В натуре сіз кінәлісіз ғой. Лицейге келгенде қауышатын, мұңайып жылағанда жұбататын, махаббатпен қолдау берер керек кезде олар. Біз оқушылар кейде ойланбай әрекет етіп, тәрбиешілеріміздің жүрегін ауыртып алуымыз мүмкін. Біз үшін тырысып жүрген жандардың қадірін білейік. Рахмет. Әлі күнге дейін мені ойлай, басқа жандарға көңілім толмай, табылмадым сені дұрыс қолдай, сенің еркелігіңе Көп рахмет. Келесі обалдарыңызда Шымкент Ол білім инновация лицейінің құрамасы Тентек Қошқарлар. Доғыл жабалақпен қарсы алайық. Әлемнің әртүрлі мектептерінде жұмыс жасаған ұстаз өз оқушыларының басын қосуда. Жо, дәке, сіз туралы емес, сіз аны тосыңыз, дайындай беріңізші. Дайындай беріңіз, әдемілеп қалбасылар, тұра. Давай, болды, қазір қонақтар келеді, болды. Жақсылап, қазір, так, бәрі нормально ғой, болды. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қалайсың, Голландиядан кеп қапты ғой мен оқушым. Голландиядан голландский гүл алып келдім. Педро, молодец, кухняға апара берші, Педро. Сайтында заттарды не қылыпты? Қуасың ба, мен еркекпін ғой. Еркекке гүл соған қалай, сәке болмайды ғона ғой. Болмайды нәрсе, сәке. Ей, бұл Педро. Голландияда еркектің еркекке гүл сыйлау ол құрмет. Түсініп тұрсың, ол құрмет. Так что, давайте колбасын жей бермей, дұрыстап тұрасаңшы. Так, давайте, ну. Болмайды нәрсе. Ассалаумағалейкум. Мені. Қазір бір мен. Алло. Спорткар паркингке сыймай жатыр дейсің ба? Паркинг сатып ал онда. Паркинг сатылмайды. Онда сол паркинг қай үйге тіркелген, сол үйді сатып ала сал. Паркинг. Все, давай ондай болмайтын нәрселермен әңгімелеріңмен мен мазалама. Давай. Болмайтын нәрсе. Сен болмайтын нәрселерің мықты ғой. Сен Дубайдан келдің ау дейме? Мен сізге бір кішігірім сыйлығым бар. Кішігірім сыйлық өткендегі яқта емес шығар енді? Жоқ, кішігірім ғой. Вертолет. Вертолет? Иә. Ол қалай кішігірім болады сонда, вертолет ол? Енді сіз үшін от души берген сыйлығым. Рахмет енді, от души болды. Мына жерге отырып жігіттер жайғыз. Айтпақшы, ағай, сіздің ташкентский шайыңыз дайын шығар, Ташкентский чай дайындасаңшы, таке. Так, болды, бәрі нормально болды. Так,
Менің қара балам келіп қапты ғой, міне Африкадан қара балам келіп қапты ғой, міне. Қайдаласыз, қалай? Шүкір аман, сіз өздерің қалайсыңдар? Жақсылар ма? Қал жағдайларың қалай? Жақсы, бәрі жақсы. Аға, сіздің мына шоколад есіңізде ма? Есімде. Сіз осыны маған беріп кеткен едіңіз ғой, білесіз ба? Иә. Осыдан кейін мен қатты өзгердім ғой, кәдімгідей. Бірақ білесің ба? Мен сникерс емес, альбини берген едім. Осы сен ништің қызына үйлендің ау дейме? Отыр. Енді жігіттер бәрі нормально қоямын. Міне, міне менің ең сүйікті оқушым келіп қапты ғой, міне. Ең сүйікті оқушым, міне. Жігіттер, бұл Гондурас деген. Сәкен не айтып отырсыз? Дұрыс емес қой, бұл да дұрыс емес. Болмайды ғой, Сәкен. Дәке, Гондурас деген ол мемлекет. Гондурас деген мемлекет. Болмайды. Отыра бер, кім? Жалпы жігіттер, бұл кісі менің сыныптасым, жақсы көмектеседі, ол көмек өз басы. Дархан өте бұл, Дархан өте, өз басы. Дархан өте. Басы. Бұл Дархан өте. Танысып отырыңдар, болсын. Бұл әлемнің лицей оқушылары, ал мынау ұстаздың орны. Және Дархан ағайдың өз қолмен жасаған тост. Бұл керемет сұхбат, бұдан да әрі жалғасатыны белгілі, және бұған 3 минут точно жетпейді. Сол үшін бұл сұхбаттың жалғасын көргілеріңіз келсе, финалға свайп жасаңыздар. Көп рахмет. Келесі балдарыңызда Қызылорда қыз білім инновация лицейінің құрамасы Generation Q командасы. Қазақстанда ең алғаш рет тәрбие жұмыстарын өзгерту мақсатында құндылықтар форумы болып өтті. Форумға қатысатын құндылықтарды қарсы алыңыздар. Еңбекқорлық, жомарттық, эмпатия, денсаулық және де патриотизм. Қайырлы күн, құрметті құндылықтар. Құндылықтар, денсаулықтарың қайда? Ойбай, айтуды ұмытып кетіппін ғой. Ол деген ауырып, емханада жүр, вакцина салдыр. Ойбой, не істейміз? Кішкене күте тұрамыз ба, әлде бастай берсек пе екен? Біз неге күтуіміз керек, Біз неге күтуіміз керек? Осы кезге дейінгі болған жиналыстардың біріне ерте келмеген ғой. Келген күннің өзінде мыңқиып, түшкіріп, қарап, отырып, бір пайдасы болса, бір сәрі пайдасы да жоқ қой. Бастай берейік. Көріңіз бе, барлығы келісіп тұр. Расымен де, бастай берейік, уақытты жоғалтпай. Олай болса, біздің бүгінгі күн тәртібіндегі алғашқы мәселеміз лицейді кері тартатын. Оның дамуына, өркендеуіне кері әсерін тигізетін бір құндылық бар. Оны лицейден құрту керек, жоғалту керек, лицейге енді жолатпау керек. Маған қарап айтып жатырмын мұны? Я, еңбекқорлық, мен сенің кеткеніңді қалаймын. Құндылықтар, тоқтаңыздар. Еңбекқорлық кетсе, жағдайымыз не болмақ? Қыздарымыз сабақты қалай оқиды, лицейіміз қалай өркендеп, қалай көтеріледі? Расымен де құндылықтар, эмпатияны айтып тұрғанда бір шындықтың тамшысы бар. Еңбекқорлық сенің бізде өте керек екенсің. Ондай болса, орнында қала бер. А қалай ойлайсың, сенің орныңда кім кету керек? Бай тұршы, бар ғой ондай адам, Басеке. Жомарттық? Мен айтқам жоқ, аузым айтты. Мен негізі оны айтқым келмеген. Көзі жоқтың өзі жоқ демекші, кешігіп жүрген денсаулық кетсін онда. Денсаулық, құндылықтар, сыртынан өтіп істеген ұят болар. Денсаулық, сен неғып кешігіп жүрсің? Бәсеке, мен де ойнап жүрген жоқпын ғой, бүкіл Қазақстан жағдайын ойлап жүрген мен емес пе? Ойбай, бүкіл Қазақстанның деп ауылды толтырып айтатындай. Не істеп жүрсің соншама шаршап? Павлодарға маска, Шымкентке антисептик, Қызылордаға сабын жібердім. Денсаулық, мен еш нәрсе білмеймін, бірақ біз сенің сыртынан құндылықтармен шешіп қойдық. Сен енді құндылық емессің. Мен ба? Я, сен барлығын каратеге жапқан кім? Денсаулық, дәрі алатын жағдайға жеткізген кім? Денсаулықтың әлсіз екенін не только азаттар, уже бүкіл әлем біледі. Я, денсаулық кетсін, керек емес. Құндылықтар, тоқтаңдар. Не болып кетті мынау? Денсаулық тұр. Денсаулықтың да маңызы өте зор. Осы жерде менің сөзім болады. Ешқандай да ешкімде кетпейді. Егер де біз лицей құндылықтары бөлінетін болсақ, бірлігіміз қайда қалды? Бірлік бар жерде тірлік бар. Мына алақандағы 5 саусақтай болып, бірігіп жұмыс істейтін болсақ, әрқашанда лицейіміз осылай болашақта бола береді. Көп рахмет. Келесі балдарыңызда Тараз Ол білім инновация лицейінің құрамасы Z House командасы.
Сонымен тамашалаймыз достар. 1993 жылдағы тәрбиешісі мен оқушысы 2020 жылға өтіп кетіпті. Әби, ауыным, айта бер. Қарным ашып кетті. Лицей салғын, бар ма бірдеңке жейтін? Кәні, тұра тұр, мен біраз ойластырып көрейін. Мәнім, ас болсын. Әбен ауына неге жап-жасыл? Жіберінім, өз сондай. Онда бірге жейік? Мақыл. Чиктери ана, 3-3 тапсырмасы түгелде тоғын шөттегі. Бәйін өкім бе? Әбен өкім? Өлі, кімсіңдер сендер ескі киім киіп алып, не істеушіңдер? Ескі киімден, мен тәрбиешім ғой, бұл мен оқушым ғой. Мен де қойсақта тәрбиеші болып жұмыс істеймін. Ой, мынандай киім киетіндерді біздің лицейге алмайды тәрбиеші қып. Ой, ағай, қазір бұндай киім нормально. Үстіңе главный рубашка мен галстугың болса болып, онлайн сабағыңды өтесің де отырасың. Онлайн дейді? Ағай, қазір 2020 жыл. Бәрі онлайн, бүкіл әлем карантинде. 2020 дейді? Саған, бағанағы лепешкін бекер жедіге. Әбі, бәрі сіздің кесіріңіз. Ей, ойланшы, бұлар 2020 дейді. Біз қайта бұлардан көбісі сұрап алуымыз керек қой. Ей, қазір әлі де қазақ түрік лицейлер жұмыс істеп жатыр ма? Ағай жұмыс істеп отыр, бірақ аттар ауысып кеткен биыл болып. Ағай еще не ауыспаған білесіз ба? Не ауыспаған? Тәрбиешілердің аяғы ауыспаған ғой. Мынау не? iMac, Мынау не? iPhone. Неге бәрі айдан басылады? Қазір сондай ғой, артында алма суреті осы болды, айдан басталып кете береді. Ай, сұлу болып кеткенсің ғой. Саған, ей, біз Қазақстанға енді келген кезде жастардың бәрі шылым шегуге, арақ ішуге құмар еді ғой. Қазір сол проблемалар қайда? Жоқ, Құдай сақтасын. Қазір ондай проблема жоқ, ондай проблема бәрін шешіп тастаған. Сендер қазір директор кім? Жансерік Саттарұлы. Саған. Негіз ағай, дұрыс айтасыз. 2020 жыл бізге ауыр тиді. Мысалы қазір оқушылардың бәрі сабаққа қатыспайды. Мүлдем сабақ оқымайды. Мұғалімдерін де тыңдамайды ғой. TikTok дейтін бәлесіне жатып алған бәрі. Негізі шынына керек, әр заманның өз қиындығы мен өз қуаныштары болады. Ең бастысы, ешқандай қиыншылықтарға мойымай, тек қана ал. Рахмет. Көңілімде күтіл, жүрегімде күтіл, өзіңмен өтті күтіл. Ал енді келесі обалдарыңызда Шымкент қыз білім инновация лицейінің құрамасы Белайналайн командасы. Дуғал шапалақпен. Тамашалаймыз бизнес по-КТЛ-ский немесе Қазақстан бұл лицейлердің ашылуын көптен күтті. Шымкент, Қызылорда, Тараз, Кентау, Шымкент, Тараз, welcome to Қазақстан. Біз Түркиядан келдік. Қазақстанға қош келіпсіздер. Ой, өзбекшен өзін қатырмадыңыз ғой. Ой, қоя беріңізші. Ал енді Қазақстанға не үшін келдіңіздер? Қайда барасыздар? Білмейміз. Білмесеңіздер, басқа қазақ алдағанша өзім алдайын. Маған отырыңыздар. Ал енді? Ойбай, жолдас, жолдарыңыз неге қотыр, ал сен бері отыр. Ал енді баратын жерлеріңіз жоқ екен. Біздің үйге жүріңдер. Біз қонақжай халықпыз ғой. Ағай, үйіңіз алыс па? Жоға, бір-ақ қадам жер ғой. Міне келдік. Ал енді мына жер сәл бардак болып тұр, енді кешіріңіздер. Бардак! Келіңіздер. Ал енді, ең бірінші танысып отырайық. Аттарыңыз кім? Султан. Сулейман. Хюрем. Тоқта, өзім айтам. Так, Султан, Сулейман, Хюрем, сен қатынсың ғой, өшір музыканы. Мен алимын. Ой. Біз сізлері Түркиядан бешей кетірдік. Шымкентский вариант Түркияда да бар екен ғой. Шай ғой. Шайлері біткен осылардың әйтеуір. Ал енді Қазақстанға не үшін келдіңіздер? КТЛ ашуға келдік жай. Шөлдеп кеттім, қойшы шай. Шай мақұл. Ал жолдастар, ақыр біз лицей ашады екенбіз. Давайте, ешқандай түркішін істемеген нәрсен істейік. Не істейміз? Ұлдар мен қыздарды бөлжірейік. Ол жаңа мектебімізге онда бізге күзетші ағайлар керек болады ғой. Күзетші ағай? Так,
кеше менің нағашым бір ит сатып алған еді. Соның бұрынғы егесі мынауский күзетші болып береді ғой. Не деген таныстық десейші. Енді мен туысқандарым негізі көп, солардың бәрі сіздерге күшті қызметшілер болып береді. Ал мен сіздерге тағы не керек, айта беріңіздер. Бізге сіздікі сияқты екі колтук керек. Колтук? Колтук деген диван ғой. Сөйтіп айтсаңыздаршы. Al abi size çok teşekkür ederim. Yani siz bizim birinci durakımız oldunuz. Енді екінші duraqқа Смысле дурак? Мен бұларға литрлеп шай беріп жатырмын. Дурак деген остановка, отыр, остановка ғой. Біресе дурак, біресе колтук деп қандай ну? Ал, лицейлеріңізді қашан ашасыздар? Бізге сол Қазақстанның картасынан атын таппайтын. Қадағай. Қыз аяқ баспайтын. Түртіп алыңыз. Кітаптар барса өртенбейтін жер керек. Сіздер Кентауды айтып отырсыздар ғой. Ендеше Қазақстан көптен күткен лицейлерді ашуға жолға тартайық. Қандай көрініс қойсақ та, ол кісілердің жасаған ерліктері мен ізгі ниеттерін көрсете алмасымыз сөзсіз. Алайда, олар еккен дәннің жемісін бүгінде еліміз көруде. Қазірден келісіп алайықшы, Кентауға сразу қыз лицей ашып беріңдерші. Рахмет, жақын арада кездескенше. Көп рахмет. Ал енді еркін сайысымызды аяқтайтын Қызылорда ұл білім инновация лицейінің құрамасы Әбидің балалары. Команда дайын секілді. Қызылорда ұл білім инновация лицейінің құрамасы Әбидің балалары. Доғыл шапалақ. Бәріміз білеміз, карантин уақытында ешкімге ойын соқпады. Сонымен үйде босқа жата бермейік деп жігіттер болып банк тонаймыз деп шештік. Қуасың ба, оларға неге айтып жатсың? Жігіттер, бір іс бастайтын кезде оң аяқпен бастайды. Не үшін? Арты қайырлылық болсын деген ғой. Мына жақ банкке вообще ұқсамайды ғой. Расында да, қараңдар, мынау бастықтың креслосы. Дархан өте деп жазылып тұр. Біз білім инновация қорының штаб пәтеріне кіріп кеткенбіз ғой. Біз сонда қорға кіріп кеттік па? Ақымақ, қорға емес, қораға кірдік, қораға. Қорға кірсек тез шығып кетейік, кеттік. Қорға кіргесін шығамайсың, қорға кіргесін докатса ғой, докатса. Жігіттер одан да бөлініп заттар іздеге. Кеттік. Неқта не бар? Жігіттер, қараңдар, бір зат тауып алдым. Кән, не дейді? Кентау лицейінің бюджеті дейді. Кән, ашшы. Бізге дейін бір ұрлап кеткен ғой. Жігіттер, неқта Нұрордан бюджеті бар екен. Канал кесі. Біреуізін көтермейіп көмектесесіңдерші. Біз қордырлауға келген жоқпыз, одан да қызықты нәрселер іздейік. Жігіттер, қараңдар, сейф тауып алдым. Мынандай күшті сейфтің бір жерде кілті болу керек, соны іздеп көрейік. Қараңдар, кілтті де тауып алдым. Сен бала таққыр бала екенсің. Қараңдар, мынау Дархан ағайдың үйінің кілті, машинасының кілті, жұмақтың кілті неғып жүр? Міне сейфтің кілті. Аш көрші. Ашылды. Бұйрық дейді. 2022 жылдан бастап Нұрбақыт Серікұлы оңтүстік аймақтың координаторы. Ау, қанатыға не дейсіз, жыртса дейсіз ба? Жыртсайын ба? Сонда Дархан ағай Нұрбақыт ағайды қат жақсы көретін болып тұр ғой, ә? Неге? Қарса офисына даже мүсін қойыпты ғой. Біреу келеді, тығыл, біреу келеді. Сен ақтан не істеп жүрсіңдер? Сол ағай ұрлап. Ұрлап? Әйтеуір бастарына тәрбиеші мұғалім бар ғой, ә? Бар, ағай, бар. Сөйтіп оны, сөйтіп өшіріп шығандар. Тоқта! Мен алдамақ деп ойладыңдар ғой, ә? Мен сендерді өмірлерін сонына шейін түрмеде шіртем. Жоқ, ағай, керек емес. Ағай, бізде негізі осы жақта оқушымыз, ағай. Бізге бір мүмкіндік беріңізші. Жақсы, сендерге бір мүмкіндік берейін. Сендер өмірлерін сонына шейін түрмеде шіресіңдер. Немесе Құлсарға барып тәрбиеші боласыңдар. Қай мұғалімді қаға кететін күзетшілер шешеді екен ғой. Жігіттер, өміріміздің соңына дейін түрмеден нарды ойнап өткенше, кеттік Құлсарға тәрбиеші болайық. Сен ұнайсың маған, жүр. Жігіттер, мен нарды ойнай беремін ау деймін. Сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен папасы 3-ші курс оқитын Әбидің балалары құрамасы келесі кездескенше. Көп рахмет. Командаларға тағы бір дуғыл шапалақ. Осы дайындалған оқушыларымызға, дайындаған мұғалім тәрбиешілерімізге
бөлек бір шапалақ. Оларға көп рахмет. Ал енді рұқсат болса, кешімізді қорытындылап, әділ қазылар алқасына бір кішігірім сөз берсек. Құрметті командалар, ортаға. Құрметті әділ қазылар, кеш жайында қалай өтті, сезімдеріңіз қалай болды, бір кішігірім қорытындылап жіберсеңіздер. Білім инновация халықаралық қоғамдық қорының оңтүстік аймақ координаторы Қанат Мовлямов ағай. Қайырлы кеш, құрметті қонақтар, оқушылар. Бастысы бұны ұйымдастырған сіздерге рахмет. Қонақ қылып күтіп алған Жансерік мырзалар, оларға да рахмет. Өте керемет болды деп ойлаймын. Барлық команда жанын салып, жақсы талпынып, барлық өнерлерін көрсетті осында. Енді өкінішке орай, жарыс болғасын. Біреулер бірінші, біреулер екінші дегенде, бірақ мен ойлаймын, маңыздысы осында келіп қатысу. Біздер мұғалім жағында мұғалімдер болып, сіздерде шәкірт жетілдіргенімізге өте қуаныштымыз. Еліміздің болашағы жарқын деп ойлаймын сіздермен бірге. Рахмет. Көп рахмет. Білім инновация халықаралық қоғамдық қорының оңтүстік аймақ бойынша тәрбиесі бойынша координаторы Ибрахим Бей. Onun arabası var, güzel güzel şoförü de var. Қайырлы кеш, құрметті қонақтар, оқушыларымыз. Шынымен өте күшті қуанышты бір күн болды маған. Енді бізге де қиын жюри болғандықтан кейін бағалау деген өте қиын болып жатыр. Бірақ бәрінің көрсеткені күшті, дайындықтарыңыз өте күшті болған. Оқушыларымыздың тек қана сабақта бұлай сабақ кезінде көргенімізден бөлек сіздердің бұлай қабілеттеріңізді көру, ол өте қуанып кеттім соны көргеннен кейін. Бәріңізге көп рахмет. Жалғастыра берейін. Көңілі тапқырлар лигасының 2 дүркін чемпионы Ермеков Бақнұр мырза. Бақытыңызға сәлем, құрметті көрермендер және командалар. Бүгінгі ойынды қысқаша айта кететін болсам, өте керемет үлкен деңгейдегі ойын болды. Көңілді тапқырлар лигасының аймақтық кезеңдерінің ең жоғары деңгейде өтетін аймақтықтың бірі, ол оңтүстік аймақтық. Осы тұрған тарландарымызбен кішкентай қыздарымызға қол шапалақтарыңыз, құрметті көрермендер. Ерекше алғысты Тараз білім инновация лицейінің директоры Жансерік ағайға үлкен алғысымызды білдіргіміз келеді. Себебі осындай керемет қонақжайлық, керемет актив зал, керемет команда. Жалпы түртіп алған командалар. Маған ұнаған командалар Қызылорда қыз Generation Q. Кішкентай составқа қарамастан бұрын осылай шығып, осындай керемет өнер көрсету, ол өте ерлік деп ойлаймын. Қызылорда ол Абидің балалары. Мен үшін бүгін фаворит 8 қойдым. Жек көрсеткен жоқсыңдар ма? Өздері дұрыс жауап бермеді, сосын сондай ұпай алды. Және де ең қатты ұнағаны өздерінің деңгейлері ұстап тұрған алдыңғы жылдан бері мен бақылаған және де шынымен де финалға өту керек еді ғой деген командалардың бірі Шымкент қыз Бил айналайын. Өте керемет деңгейде өнер көрсетті. Енді кім жеңсе де бүгінгі ойында достық жеңсін. Барлықтарыңызға рахмет. Сол. Көп рахмет. Жамбыл инновациялық жоғары колледжінің оқу жөніндегі және қоғаммен жұмыс бойынша директор орынбасары Бақыт Жанат мырза. Қайырлы кеш барлықтарыңызға, және де осы біздің қатысушыларға барлығына рахмет айтамыз. Өте керемет, барлықтарының өнерлеріңіз үстем болсын. Енді мына жерде жаңа ағайлар айтып жатыр ғой, біз жюри болып жаңағы енді барлықтарыңыздың енді шынайы нелеріңіз бере алмасақ енді алдын ала кешірім сұраймыз. Бірақ біздің көңілімізден шықты, барлықтарыңыз керемет, сіздерден табыс тілейміз. Рахмет. Көп рахмет. Рұқсат болса, кешімізді қорытындылайық. Яғни әділ қазылар алқасынан соңғы еркін сайысына ұпайларын алайық. Максимум 7 ұпай, минимум 5 ұпай. Естеріңізге салайын. Максимум 7 ұпай, минимум 5 ұпай. Шымкент ұл тентек қошқарлар. 6, 6, 6, 6.
Қызылорда қыз Generation Q 6-6-6-6-6. Тараз қыз Айша Бибі 7-6-6-6. Қызылорда ұл Абидің балалары 7-7-7-7. Кентау тұңғыш КТЛ 7-5-6-6. Тараз ұл Z-House 7-7-7-7. Шымкент қыз Билайналайын. Барлық әділқазылар 7. Көп рахмет. Еркін сайыс бойынша орташа ұпайлар. Шымкент ұл Тенже Қошқарлар 6 ұпай. Қызылорда қыз Generation Q 6 ұпай. Тараз қыз Айша Бибі 6,25 ұпай. Қызылорда ұл Абидің балалары 7 ұпай. Кентау тұңғыш КТЛ 5 ұпай. Тараз ұл 7 ұпай және Шымкент қыз Билайналайын 7 ұпай. Доғыл шапалақ. Көп рахмет. Ал енді сайыстар орташасы. Кентау тұңғыш КТЛ өкінішке орай еркін сайыста уақыт шектеуінен асып кеткеннен минус 1 ұпай алынды, сондықтан 5 болды. Түсіністікпен қараңыздар. Көп рахмет. Сайыстар орташасы Шымкент ұл Тентек Қошқарлар 7,58. Қызылорда қыз Generation Q 7,8. Тараз қыз 8,17. Қызылорда ұл Абидің балалары 8,83. Кентау тұңғыш КТЛ 7,67. Тараз ұл Z-House 8,8. Және Шымкент қыз 8,33. Жүлделі орындарымызды марапаттау үшін әділқазыларды сахна төріне шақырамыз. 8,17 ұпаймен Тараз қыз Айша Бибі 3-ші орын. Сегіз бүтін 33 ұпаймен Шымкент қыз Билайналайын 2-ші орын. Және де ақтық мәреге жолдама алған 8,83 ұпаймен Қызылорда ұл Абидің балалары 1-ші орын. Осымен көңілі тапқылар лигасы өз мәресіне жетті. Кешімізге келгендеріңізге көп рахмет. Амандықта кездесе берейік. Сау, саламат болыңыздар.